Шексіз дала, асқақ таулар және Алматы театрының павильондағы Наурыз мерекесі. Сонымен қатар тарихи костюмдер, күмбірлеген күй, би мен танымал музыканттардың орындауындағы көктем туралы әндер. Каспий KZ инновациялық компаниясының қолдауымен ою музыкалық жобасы барлық қазақстандықтарға арналған мерекелік құттықтау дайындады. Алматы театрының заманауи сахнасы, ашық аспан астындағы Наурыз мерекесі. Бүкіл ауыл мейрамға жиналған. Барлығы Төлеген Момбековтың күйін Дәулескер домбырашының орындауында тамсана тыңдап отыр. Бозынгеннің бүлкілін бүгінгі түсірімде орындап шықтым. Өте бір керемет әсердемін, себебі сондай бір қазақы ортаны, атмосфераны жасаған. Келіп жатқан ағаларымыз, әпкелеріміз, апаларымыз, жастар нағыз бір қазақтың ортасын беріп отыр. Соның иісі шығып отыр кәдімгідей. Екінші композиция ретінде Роза Рымбаеваның көктем шақырады әні таңдалған. Оны әнші еңлік орындайды. Одан кейін сахнаға Step Sans тобы халықтық фольклорлық қамажай композициясымен шықты. Ал соңғы нүктені баршаға танымал әрі сүйікті Наурыз әні қойды. Бұл әнді Альфа тобы шырқады. Видео тізбектің өзі 4 композициядан тұрады. Әрқайсысы Наурыздың мәнін музыка, вокал және би арқылы ашады. Жобаның режиссері Сабина Әбдімәлік және оның командасы. Клип авторлары мұндай идеяны бұрыннан ойлап жүргенін айтады. Оюлықтар мен достық бұл жұмысты бірлесіп жасауға жетелеген. Наурыз бұл ұзақ қыстан кейін көктемге деген біздің құлшынымыз, қуанышымыз, аман сау жеттік көктемге, енді қайтадан өмір сүре аламыз дегендей. Сол үшін бізге бұл жаңа жыл ғой негізі. Сондықтан композиция қыс бітіп, көктем басталғанда біртіндеп өзіміздің оянғанымыз, гүлденгеніміз туралы. Таулар, жазиралы дала, күннің батуы мен атқан таң. Мұның бәрін театр сахнасында қоюшы суретшінің тобы жасады. Назира Байбекова табиғатты сахнада бейнелеу оңай болмағанын айтады. Жайлауды көрсеткіміз келді көктемдегі. Сондықтан жайлауды былай өзін қана көрсете салсақ, ол жазық дала болып көрінеді. Сондықтан кішірек миниатюрасын жасадық. Бұл жерде қиындықтың басты мәселесі ол ағаш конструкциядан жұмсақ линияларды жасау қиындау болды. Клип Каспий KZ қолдауымен түсірілді. Бір жыл бұрын Қазақстанның ең инновациялық технологиялық компаниясы ою жобасының бас серіктесіне айналып, жобаның жаңа деңгейге шығуына мүмкіндік берді. Каспийдің клиенттері ретінде Каспийдің жан-жақтылығын білеміз. Бүкіл мына біздің құжат, бүкіл еліміздегі барлық қызмет үлгілерін бәрін қамтыған. Сол жерде өнерді де қамтуы өте дұрыс деп те құптарлық, қуанарлық іс деп ойлаймын. Каспий өте ыңғайлы өнерді және біздің музыкамызды қолдап жатқаны ол одан әрмен нұр үстіне нұр деп білеміз өзіміз. Ол әрине өте үлкен жұмыс. Мерекелік клипті қазірдің өзінде ою мен Каспий KZ-тің YouTube арналарына кіріп тамашалауға болады. Нұргүл Нұрланқызы, КТК, Алматы.